армысыздар. Ара медиа арнасына жасалып жатқан ақпараттық шабуылға алаңдап, қолдау көрсетіп жатқан барша көрерменге мың алғыс айтқым келеді. Ақ көңіліңізді Құдай өсірсін. Ал өткен хабарымда айтып өткен жағдайға байланысты YouTube әкімшілігіне қарсы талап шағым түсірдік. Оның қарау мерзімі 10 күн. Егер біз пайдаланған екі видео үзіндісіне авторлық құқық талап етілмейтіндей дау жоқ десе, онда Ара медиа YouTube арнасын техникалық тұрғыдан жауып тастайтын мүмкіндік азаяды. Басқа жағынан қысым көрсетіп жатса, онысын да көре жатармыз. Ал бүгін өздеріңізді арнамыздағы жаңа бастамамен таныстырғым келіп тұр. Ара медиа арнасында бүгіннен бастап белгілі журналист Мақпал Мейірбек қызының авторлық сұхбаттары шығып тұрады. Бірден айтайын, Мақпал Мейірбек қызының бұл сұхбаттары Ара медиа арнасының төл өнімі емес. Яғни Мақпал Мейірбек қызы Ара медиа арнасынан айлық алады, пайда табады, немесе Ара медиа арнасы Мақпал Мейірбек қызынан қаржы алады деген сөз емес. Бұл бар болғаны әріптестік байланыс, әріптестік қолдау. Ара медиа арнасы Мақпал Мейірбек қызына өз алаңын ұсынып жүргізген сұхбаттарын көпшілікке бөлісіп жеткізіп отырады. Бірақ бұл Мақпал Мейірбек қызының арнасына, сұхбаттарына, ұстанымына Ара медиа ұжымы араласады дегенде сөз емес. Тағы да айта кететін бір ақпарат, Мақпал Мейірбек қызының өзінің авторлық YouTube арнасы бар. Сілтемесін төмендегі сипаттамаға қалдырамын, жазылып қолдау көрсете жүріңіз. Осында шыққан сұхбаттарда өз арнасында жарияланады. Өз басы Мақпал Мейірбек қызының жазба сұхбаттарын жібермей оқуға тырысамын. Кейіпкердің болмысын керемет ашып беретін мазмұнды видео сұхбаттарын қадағалап, қызығып қарап жүремін. Журналистикадағы еңбегін жоғары бағалаймын. Айтайын дегенім, YouTube арнасында өзінің авторлық арнасын ашып додаға түсіп жатқан әріптесім Мақпал Мейірбек қызына әріптестік байланысымызда сәттілік тілеймін. Сіздерде Мақпал Мейірбек қызының арнасына жазылып, қолдау көрсетіп, Мақпалдың сұхбаттарын қарап бағалай жүріңіздер. Бірақ президентті сынауға болмайды. Жай сөзбен де, сатирамен де қажет емес, иә? Қазір оппозиционердің оппозиционер болудың қажеті жоқ. Бәрібір не шығады? Бәрібір билік өзін істейтін істейді. Ораз Жандосов бар, Зейнолла Хакимжанов, Жәкішев. Олар бір-біріне жау, бір-біріне қаз, бір-бірін көре алмайды. Сіз ол ұрланған қылмыстық жолмен табылған ақшаны қабыл аласыз ба? Неге? Бәрібір ол ұрланған ақша ғой. Вообще жоламандыр. Мен президент болып тұрғанда қайтара алмайды. Үндемендір вообще. Қызыл сызықтың бәрінен өттіңіз. Мойындайсыз ғой. Уәлихан аға, студиямызға қош келдіңіз. Қош көрдік. Сіздің есіміңізді орта жүздің соңғы ханының құрметіне хан болсын деп қойған ба? Жоқ, олай емес шығар. Өйткені 1965 жылы Шоқан Уәлихановтың қайтқаны 100 жыл болды. Сол Шоқан Уәлихановтың атын берген ғой маған, Уәлихан деп. Өзім солай деп ойлаймын да. Жақында бір берген сұхбатыңызда мен кемінде 500 жыл ұрпақтың есінде Абылайхан сияқты қалғым келеді. Біз қазір Абылайханды қалай құрметтесек, мен де Уәлихан Қайсар ел басы ретінде солай құрметтесек деймін дедіңіз. Біздің саяси реалиде ақылды, интеллектуал азаматтар өте көп, мықты азаматтар. Бірақ олардың барлығының президент болғысы келетін ой жоқ. Ал сізде мұндай амбиция, мұндай эго қалай әлі күнге дейін сақталған? Бұл ой маған 4-ші класста келді. Өйткені 4-ші класста оқып жүрген кезде үлкен ағам үйімізге Союз Советских Социалистических Республик деген қабырғаға жапсыратын картаны алып келген. Сонда 15 республиканың шекаралары белгіленген, көрсетілген. Сонда мен айттым, бір уақытта мен арманым Қазақстан бөлек мемлекет болса екен деп. Сосын осы мемлекетті мен басқара деп айтқан сөзі бар. Енді ол кезде коммунистік партия бәрі қорқады, ой бай, ана сөз айтпа, сотталып кетеміз, анау. Енді ол кезде солай ғой, солай болды. Содан бері мінекей осы ой менде. Енді әлбетте күнде оны ойламайсыз ғой. Демек, ол да сондай бір код сияқты болып кетті. Мен жаңағы айттым ғой, кез келген мысалы адамның ойына президент болу ол әбден толысқан кезде, сондай үлкен қауіпті бір тәуекелі жоғары шешімге келеді. Ал сіз 4 жасынан бастап жаңағы президент болуды армандадым дедіңіз. Бұл билікке құмарлық емес па? 4-ші сыныптан бастап, кешіріңіз. Бұл билікке құмарлық емес па? Бала кезден космонавт болуды армандайды. Сол сияқты бірақ ойын өзгертеді ғой. Ал сіз 4-ші сыныптан бастап саналы шешімнен гөрі бала арманға ұқсайтын сияқты.
жоқ, бұл мүмкін сіз солай деу мүмкінсіз, мүмкін, иә. Бірақ мен біреу мысалы билікке тек қана арманды орындау үшін барады. Мысалы мен бір кісіні білем, оны атын айтпай ақ қой, ренжіп қалар, иә. Президенттікке түскен кезде мен сұрадым, не үшін бара жатсың деп. Сен ертең жеңіске келген кезде жаңағы сен дайынсың ба? Өз жеңіс үшін күресуге. Маған тек қана президентке кандидат болған корочка болса жетеді маған деді. Біреу сол үшін барады. Біреу тек қана президент атақ алу үшін барады, иә. Біреу ақша жасау үшін барады. Ал біреу халыққа еңбек жасаймын, иә. Халық үшін жұмыс істеймін барады. Мысалы, Нельсон Мандела, Махатма Ганди, кім Мао Цзедун болсын, иә. Олар мысалы билікке жемқорлық үшін, мансап үшін барған жоқ. Олар құрбандық шалды. Махатма Гандини өлтіріп тастады. Кім Нельсон Мандела 27 жыл түрмеде отырып шықты, иә. Кім Мао Цзедун бірнеше 20 жылдан астам соғысып жүрді, кәдімгі қолына қару ұстап. Сондықтан әр адамның өз ойының мақсаты бар. Мен мақсатым, жаңа өткен сіз басын айтып кеттіңіз ғой, ең біріншіден халық, қазаққа, именно қазақ халыққа жол ашу. Жаңағы сіз айтып отырған тұлғалар. Екінші, жаңағы тарихта қалу үшін. Неге тарихта қалғыңыз келеді? Өйткені енді әр адамның өзінің несі, философиясы бар ғой, әр адам мысалы ойлайды ғой, өлгеннен кейін ізі қалсын деп. Аты өшпесін, иә. Ол нормальный философия, ол нормальный жаңағы адам, есі түзу адамның несі, ойы сондай. Тарихта қалу, із қалу, мысалы қалдыру. Сіз айтқан жаңағы тұлғалар, Мандела сияқты. Олар бала күнде емес ондай арман. Әбден теперіш көргеннен кейін, әділетсіздікке тап болғаннан кейін, амал жоқтан сондай шешімге барды деп ойлаймын, тәуекелге. Мен әділетсіздік көрдім. Әбден қиындықтар көргеннен кейін. Мысалы, сіз сондай қиындыққа дайынсыз ба? Түрмеге түсуге, өміріңізді қауіпке тігуге. Неге? Мысалы, сіз айтыңыз ғой, қиындық. Мен мысалы әділетсіздікті қай кезінен бастап көрдім? Әділетсіздікті. Мен сізге айтайын, мен әлі есімде, кішкентай бала болған кезде шовинизм көргенмін. Әділетсіздік пе? Әділетсіздік. Сосын әке шешемнің шындық айтуға үнемі қорқып жүрді. Ойбай, сотталып кетеміз деп, иә. Ойбай, оны айтпа. Тіпті бір рет мен есімде, газета, о кезде туалетте қағаз жоқ қой, газетамен туалетке барамыз. Ол бір кезде әкем келеді, біреудің суреті, Брежнев па, бір басшының суреті, сол туалетте жатыр, газетте жатыр. Айқай шу шығарды ғой. Ойбай, қазір көрші мынаны көрсе үйтеді, бүйтеді, жазады, соттайды, анау. Мен ойладым, какая разница, кім суреті? Ол газета ғой. Аға, мен сіздің тарихыңызды құрметтеймін, бірақ ол кеңес одағы кезінде ғой. Қазіргі тәуелсіз Қазақстанда сіз Мандела сияқты, тіпті біздің өзіміздің кейбір саясаткерлер көріп жатқан қиындықты сіз Құдайға шүкір көріп жатқан жоқсыз ғой. Құдайға шүкір, иә. Иә. Құдайға обалы нешік. Құдайсыз сіз ондай қиындықты көруге? Сұрағыңыз сәл дұрыс емес деп ойлаймын да. Неге? Өйткені мені соттауға армандап жүрген адам жоқ дейсіз бе? 27 жыл күресіп жүрміз ғой осы жүйемен. Күресіп жүрміз ғой. Мысалы, 27 жыл күресіп жүрсе, сізбен бірге бастаған саясаткерлер бәрі сотталған жоқ қой. Саясаттан қуылды, сотталғандар бар, тіпті өмірден өтіп кеткендер бар. Мысалы, мен түсінігімде, тәуелсіз саясаткер, немесе тәуелсіз жалпы адам болу үшін бір қызыл сызықтар бар да. Бірнеше қызыл сызық бар. Мен субъективті байқағаным. Ол президентті сынамау. Үкіметті барын сынауға болады, бірақ президентті сынауға болмайды.
жай сөзбен де сатирамен де қажет емес, иә. Қазақстан заңымен жаңағы экстремист болып танылған Мұхтар Әли Әблязовпен онлайнда офлайнда байланыс болмау, содан кейін билікке өз еркінмен тәуелсіз жолмен таласпау. Сіз осы үш сызықтың, қызыл сызықтың бәрінен өттіңіз, мойындайсыз ғой. Президентті емін еркін сынайсыз, қай президент болса да, иә. Мұхтар Әблязовпен бір сұхбат, бір кадрда көріндіңіз енді. Және билікке таласып келе жатырсыз 27 жыл бойы, иә. Осы қызыл сызықтардың тіпті біреуінен өткен саясаткерлер де, тіпті сізден сұхбат алған журналистер қазір сотталып жатыр. Ал сіз емін еркін қызыл галстук, смокинг киіп алып, тіпті мемлекеттік арналарда да сұхбат беріп жүрсіз. Мен сіз үшін қуаныштым, бірақ құпиясы қандай? Құпиясы, біріншіден мен заңгермін. Ең бірінші білім экономист, одан кейінгі заңгермін, иә. Сондықтан заңның шеңберін жақсы білетін адаммын. Заңға сәйкес сөйлеу керек, заңға сәйкес сынау керек, заңға бағыну керек, заңмен жүру керек. Сіз өзіңіз айтасыз, бізде заң жүрмейді, сотта тіпті судьялардың өзі заңсыз шешімдер шығарады. Шығарады, иә. Соттағысы келетін болса, билік кез келген адамды соттай алады, ол биліктің машинасы үлкен, құрығы ұзын. Демек, оған да қандай болса себеп болу керек қой. Демек, сіз қауіпсіз адам шығарсыз жүйеге. Енді оны жүйеден сұрау керек. Бір секретті айтайын, бір құпия. Құпия көп, бірақ оның біреуі. Бірақ мен оны негізі өзіме құпия деп есептемеймін, өйткені ол адамгершілікке жататын нәрсе, иә. Думан Мұхаммед Кәрімді айтпай қояйын, иә. Бірақ көп адамдар Назарбаев болсын, иә, Тоқаев болсын, сынаған кезде олардың көбісі балағаттайды. Жекесіне өтеді. Балағатты. Жекесіне өткенде ол бір бөлік, иә. Балағатты. Мен тағы атамай қояйын, бір журналистке айтқанмын, айналайын. Президент ба, сынайсың ба, сынай бер дедім мен. Үкімет сынайсың ба, үкімет басшысын сынай бер. Бірақ балағаттама. Тіпті балағаттасан, дөрекелі сөзбен балағаттамашы дедім. Сотталып кетесің. Құдай үшін мен айтып отырмын. Балағаттама. Сен оны сыйлайсың ба, сыйламайсың ба, жақсы көресің ба, жек көресің ба, иә. Ұнай ма, ұнамай ма, ол бөлек әңгіме. Бірақ ол өз лауазымда отырған адам, ол институтты, биліктің бір институтын басқарып отырған адам, иә, ол қазақ мемлекеттілігінің институтын басқарып отырған адам, ол ресми адам. Ұнай ма, ұнамай ма, сен оны бәрібір мойындау керексің. Жарайды, сынай бер, бірақ балағаттама. Ол тіпті оған, сен қазір мені балағаттасаң да, маған да ұнамайды. Далада жүрген адамды бомж дейміз ғой, оны балағаттасаң да, оған да ұнамайды. По делу, айтшы дедім, по делу говори, бірақ балағаттама. Мінекей, өләхи біляхи айтқан. Көп адам эмоцияға беріліп, құрбандыққа шалды өздерінде. Көп адам эмоцияға беріліп. Мысалы, Нұрсұлтан Әбішұлын сынаған кезде жекесіне өтпейсіз ба? Әйтеуір есімде жоқ. Мүмкін өткенде шығар, бірақ қасақана оны балағаттайын деп еш уақытта болған жоқ. Мүмкін болғанда шығар, айта алмаймын. Біздің елде 60-65 жылғы бір топ мықты саясаткерлер ерте саяси аренаға көтерілді. 90 жылдары. 30-35 жасында ерте көтерілді де, сол топ ерте саясаттан еріксіз кетті. Оның ішінде сіз де барсыз. Енді білімдеріңіз толығып, тәжірибені жинақтап, елге есімдері белгілі бола бастаған кезде барлығы саясаттан қуылды. Не бар 40 жасында? Қазір сіздер 60-тан асыңыздар. Толды қалды. Соңғы 20 жылда, мысалы, сіздің өзіңіз 5 жыл сенатор болдыңыз. 6 жыл. 6 жыл. Одан кейін соңғы 20 жылда ешқандай саяси лауазымды қызметте жоқсыз. Өздеріңізді жол болмаған, жоғалған буын деп санамайсыз ба? Осы 60-65 жылдар уақыты өтіп кетті. Потенциалын
қолдана алмады. Біз действительно дұрыс айтасыз, біз жоғалып кеткен жаңағы буынбыз. Все, біздің уақытымыз өтті, кетті, иә. Енді дөрекі сөзбен айтқым келмей отыр. Бірақ дегенмен ол да бір қазақ елінің қасірет. Сіздердің қасіреттеріңіз, жоқ, біздің қасірет, біздің жаңағы ашылмаған мүмкіндігіміз, иә, халыққа бере алмаған қабілетіміз, иә, көрсете алмаған қабілетіміз, ол еліміздің қасіреті. Ал қазір мысалы 40-қа, 35-те, 40-45-те, 50-дегі адамдардың ашылмаған мүмкіндіктері, о жолдары, иә, ол да халықтың қасіреті. Ол болашақтың қасіреті. Қазір өсіп келе жатқан жас өспірімдердің, олардың қасіреті. Мысалы қазір мен 60-тамын, иә. Иә, уақытым өтті ме? Өтті. Бірақ өтіп кетті ме? Жоқ, әлі өткен жоқ. Өйткені көргенім бар. Білгенім бар. Кеңес дәуірін көрдім бе? Көрдім бе? Тәуелсіз Қазақстанды көрдім бе? Көрдім бе? Назарбаевтың жүйесін көрдім бе? Көрдім. Тоқаев жүйесін көріп өтім. Сондықтан осының бәрін еске ала отырып, осының бәрін зерттеп, мен болашақты көріп отырмын. Бәрібір енді адамның өміріндегі ең нәтижелі уақыт ол 40 пен 60 жас аралығы ғой. 63-тен кейін бізде зейнетке шығады. Ол да әбден есептеліп, адамның денсаулығын зерттеп, сол жасты белгілеп отыр ғой. Демек 63 жастан кейін адамның еңбекке қабілеті төмендей береді. Яғни 40 пен осы аралық 20 жыл сіздерде бос өтті. Ондай сұрақты онда біз неге Тоқаевқа қоймаймыз? Ондай сұрақты Назарбаевқа неге қойған жоқпыз? Назарбаев 60-ға толған кезде неге кетпеді? Біз керісінше, ойбай, Назарбаев данышпан, Назарбаев, біз құдайымыз 80-ге дейін өмір бақи президент болсын деп айқайлаған біз емеспіз бе? Мен емеспін, жалпы біз емеспіз бе? Әзірше жүрегім қағып отырғанша, қабілетім болғанша, мен өз идеямды, өз жаңағы ойымды іске асырып жүремін. Мысалы, сол буынның белді өкілдері енді екеуі өмірден өтіп кетті. Кейбіреулер елден қашып кетті. Бірақ қалғандары бар, иә, мысалы. Ораз Жандосов бар, Зейнолла Хакімжанов, Жәкішев, элита. Олар элита емес қой. Саяси элитаның өкілі болды кезінде. Олар кімдер сіз үшін? Олар неге беті қайтып қалды? Олар неге сіз сияқты ары қарай ұмтылмайды? Біздің сіз екі мәселені көтеріп отырсыз ол сұрағыңызда. Біріншіден біз элитаны билікте отырған адамдар деп айтамыз. Элита емес. Ол жай бір билікте отырғандар. Элита болу үшін сіз ең алдымен зиялы болу керексіз. Ерекше адам болу керексіз. Халыққа қызмет ететін адам болу керексіз. Ондайды элита дейміз. Идеалды тұрғыда, бірақ саясат тілмен айтқан кезде ықпалы бар белгілі топты саяси элита дейміз. Жоқ, оны дейміз, бірақ мен соны айтып отырмын, біздің үлкен қателігіміз сол. Біз ондай адамдар біз жоғары көтереміз, ойбай элита емес олар. Жақсы аға, сұрақ негізі басқада еді. Неге олардың беті қайтып қалды, олар неге жоқ көлеңкеде? Ал енді мінекей басқа жаңа екінші сұрақ айтып, екі мәселе көтердіңіз. Екінші мәселе ең соңында өзінің қамын ойлай бастады олар. Өз қамын ойлай бастады. Мысалы, жаңа 3 адамды аттадыңыз ғой, иә? Жас түріктер. Олар қазір қайда бәрі? Біреу өзінің бизнесі, біреу өзінің сарапшы ма? Сараптайтын бизнесі. Үшінші, ол да бизнеске кетті. Жаңа сіз атаған 3 адам, олар бәрі үшеуі бизнесмен. Бұрын олигарх болған, үшеуі де бизнесмен қазір. Бизнеспен айналысу қылмыс емес қой? Жоқ, сіз айтып саясатта неге кетті олар? Неге амбицияларын жоқ деймін олардың? Неге оралғысы келмейді? Неге күреспейді? Неге беті қайтып қалды? Мысалы, оларда ақымақ адамдар емес қой, сіз президент болғыңыз келеді. Оларда неге лауазымды қызметке ұмтылмайды? Қорқады. Айтып өз қамын ойлай бастады. Олар менімше, мүмкін өздеріне олар тұлға шығар. Менімше, олар жай адам. Өйткені тұлға дейтін, ол әр адамға сіз тұлға деп айта алмайсыз. Тұлға дейтін, ол жаңағы тұлға. Кезінде барлығы бір министрлікті бір саланы ұстап отырды ғой.
Оларды министр халық сайлады ма? Халық қойды ма оларды министр болып? Ал мен сенатор болдым, мені халық қойды. Сіз ол кезде 99 жылды сіз білмейсіз ғой. Мен білем, ол соңғы демократия жылы болған сол 99 жылы. 99-да парламент мәжілістің сайлауы өтті. Кім Төлен Тоқтасынов өтті депутат болып. Білеміз, мықты жігіт қайтыс болған. Серік Болсын Әбділдин ағамыз мықты жігіт. Назарбаевтың ата жауы. Ол өтті. Өйткені кім Зәуреш Баталова сенатқа өтті. Мәжілісте басқа депутаттар өтті, Одан кейін 2000 жыл кім Назарбаев конституцияға өзгерістерді енгізе бастады. Өйткені көрді 99 жылғы конституциямен осындай сияқты адамдар өте алады екен деп парламентке. Сондықтан ол бізді енді келешекті болашақта болдырмау үшін осындай конституция, осындай нелер шектеу қойыла бастады. Мінекей 2000 жылдан бастап Назарбаев диктатор өз бүкіл билігін құзыретін қолына алып қалған диктатор бола бастады. Сондықтан мен айтып тұрсыз, қалай Назарбаев сенатор ретінде парламент мінберінде Назарбаевтың сол демократияны өлтіруге жаңағы әрекеттеріне сіз қандай кедергі жасадыңыз сенатор ретінде? Ол кезде сіздің лауазымыңыз болды, жай қарапайым азамат емес, тәуелсіз сенатор болдыңыз. 5-6 адам жаңағы. Сіздер қандай әрекет жасадыңыздар? Онда енді былай деп айтуға болады, жалғыздың үні шықпайды, жалғыз аттың шаны шықпайды дегені, сондықтан осыны ең алдымен еске алу керек. 45 сенатор, оның мысалы ішінде Зәуреш пен мен, сосын марқұм Тұтқышев болды, үшеуміз болды. Әрине біз мәселені көтеріп жүрдік, әрине біз проблеманы айтып жүрдік, бірақ өкінішке орай басымдық Нұр Отанда болды, Назарбаевшылдарда болды. Сондықтан біз көп мәселелерді мысалы іске асыра алмадық. Бірақ біз айтып жүрдік, халықтың көзін ашып жүрдік, ағарту жұмысын жүргіздік. Демек, соны 2003 жылы жер туралы кодекс болған кезде, парламентке келген кезде, ол кезде Тасмағамбетов премьер-министр. Жер сатылсын деген мәселемен келді ғой, Тасмағамбетов. Біз қарсы шықтық. Сонда Тасмағамбетов айтты ғой, не мен өкіметім, не парламент таратылсын деді ғой. Президент Назарбаевқа вотум доверие мәселе қойды. Сосын жарайды, парламент айтты, болсын, біз таратылсақ таратылайық. Бірақ осы кодекске, жер кодекске біз жол бермейміз, жер сатылмас. Солай болды. Халық қолдамайтын өзгерістерді ендіртпей қоюға 5-6 депутат қанша тәуелсіз болса да, бірақ олардың күші жетпейді. Бірақ демек күші жетпесе де, демек нәтижені шығара алған жоқ. Әсер етеді. Демек әсер етеді. Әсер еткеннен нәтиже бәрібір ол заң қабылданды. Енді сіз жалғыз депутаттан сіз не сұрайсыз? Бірақ сіз одан кейін де парламент құзыреті жоқ қой жалғыз депутат. Мен соны айтып отырмын ғой. Яғни бір ғана депутат ешнәрсе шеше алмайды, ол тәуелсіз болса да, парламентке өтсе. Бірақ сіз одан кейін де депутат болуға ұмтылдыңыз. Сіздің алдыңғы тәжірибеде бір адам ешнәрсе өзгерте алмайтынын білдіңіз ғой. Тағы да неге ұмтылдыңыз? Өйткені мінбе бар. Жалғыздың үні шықпайды. Иә. Бірақ мінбе бар. Сіз үкіметтің алдына өз депутаттық құзыретін пайдалана отырып, сіз кез келген мәселені көтере аласыз. Мысалы, Ұлытауда ескерткіш қойылды ба? Білесіз ғой, 4 құбыла ескерткіш Ұлытауда. Оны мысалы, мен лично өзім премьер-министрмен сөйлесіп, оған қаржы бөлдік, 150 миллион теңге. 20 жыл, 10 жыл салынбаған, 15 жыл салынбаған жаңағы ескерткіш қойылды. Жоқ, саяси үлкен реформалар жасауға сіздің енді мақсатыңыз ұлы мақсат қой, жаңағы елді өзгертем деген, саяси реформалар жасаймын деп. Парламент депутаты болып, сіз ол өзгерістерді жасай алмайтыныңызға көзіңіз жетті. Бірақ сонда да сайлауға түсіп депутат болғыңыз келді. Бұл яғни сіз өзіңіздің бәлкім өзіңіздің атыңызды, атағыңызды шығаруға келмей ма? Бұл нәтижеге емес, өзіңіздің
салмағыңызды атыңызды шығару халыққа. Жаңағы шешілмесе де бірақ мәселе көтеру, ол нәтиже болмайды, бірақ халықтың көзіне түсу. Не деуші еді, жоқ, ана не деуші еді, бежачий камень вода, не деуші еді, не бежит. Тамшы тас деседі дей ма? Ол да, иә, осы дұрыс, аха. Айтып отырмын ғой. Онда сіздің ойыңыз бойынша қазір оппозиционердің болудың қажеті жоқ. Бәрібір көнейік, бәрібір. Сіз сияқты мысалы, иә, прямой журналист болудың қажеті жоқ, бәрібір не шығады. Бәрібір билік өзінің істейтін істейді. Мен айтсам ба, айтпасам ба, жексұрын ғана болам деп. Неге сіз мені шақырып, осы мәселелер неге көтеріп отырсыз? Значит, неравнодушныйсыз, солай ғой, иә? Сіз немқұрайлы қарап отырған жоқсыз. Және де мен мысалы өзіме сенемін. Және де Қазақстанға, халыққа сенемін. Біздің қазақ халқыда әлемде бірде-бір халық жоқ. Оны мен айта аламын, өйткені әлемдегі жарты мемлекеттерде мен болып барғанмын, көргенмін, кейбір мемлекеттерде тіпті жұмыс істегенмін де. Бірақ қазақтай халық еш жерде жоқ. Білім алуға, жаңағы үйренуге өте қабілетті. Өте қабілетті. Қазақ мысалы басқа тілді тез алып кетеді, үйренеді. Басқа ғылымды тез алып кетеді. Жоқ, бұл сіздің кандидат ретінде популизм емес па? Ғылыми зерттеуге сүйенбей басқа елдер тілдерді ұзақ үйренеді, немесе білімге сәл ұмтылысы төмендеу деген ол неге сүйеніп сіз айтып отырсыз? Ол популизм емес, өйткені, иә. Сіз қазір кез келген қазақтан сұраңызшы, иә. Бүкіл әлемді дүркілдеп жүрген кім? Қазақ. Басқа мемлекеттерде мэр болып жүрген қазақ бар емес пе? Тіпті өзіміздің Димаш бар емес пе? Америкада президенттің әкімшілігінде жұмыс істеген жетекшісінің біреу қазақ қыз емес пе? Чехияда премьер-министр, тіпті министр болған біздің қазақ қыз емес пе? Біздің Сұлтан Бейбарыс, Қыпшақ, Мысырға барып, қол ретінде барып, сұлтан болды, иә. Бұл меніңше біздің қазақтың трагедиясы бізде жөн бір көшбасшы болған жоқ. Соңғы қанша бір 150 жыл шығар. Әлемдік саясаткерлер айтады, егер бір ғана көшбасшыға сен болашағын қарап тұрса, демек сен қоғамын әлсіз қоғам. Қоғам өзі саяси институттарды құру керек, ол бір ғана көшбасшыға, бір ғана батырға сеніп отырмау керек дейді. Бұл популизм бе, ұлтшылдық па сіздікі? Ұлтшылдық, шын мәнінде ұлтшылдық. Мен ұлтшылмын. Өз отбасымда, мысалы мен ұлым, қызым, туыстарым сен масқара ұлтшыл екенсің дейді. Бірақ олар ұлтшыл демейді, орысша сен националистсің дейді. Страшный националистсің дейді. Иә, мысалы мен қазақтардың басқа ұлтқа үйленген мен мысалы қаламаймын. Жек көремін ол мысалы, иә. Ол ұлтшылдық па? Біреуге ол ұлтшыл, біреуге ол жаңағы ұлтшыл емес. Бірақ мен мысалы өзіміздің қазақтардың жігіттердің, иә, мысалы басқа ұлтпен жүргендерін жаным жүгір, қаным қайнайды. Немесе қазақтың қыздары, иә, басқа ұлтқа кеткенде оған да қаным қайнайды. Қалай ойлайсыз, осындай ұстаныммен сіз президент бола аласыз ба? Мейлі бізде ашық сайлау болсын, әділ сайлау болса егер. Сіздің электоратыңыз сізге дауыс бере ма осындай ультра ұлтшылдық позициямен? Жалпы президент ультра ұлтшыл бола ала ма? Бұл жақсы репутация ма президентке? Біз интернационалист болудан шаршадық. Бүкіл кедергі содан болды. Бүкіл кедергі содан болды. Кезінде Орыс империяға құл болдық. Одан кейін Кеңес одағына құл болдық. Біздің сана сезіміз қазір, иә, сол құлшылдық сана сезімізден жаңағы босата алатын меніңше тек қана ұлтшылдық идеология. Егер біз өзіміз қазақ екенімізді түсінбей қалсақ, түсінбей қалатын жүре берсек, біз сол құлдық идеологиядан біз ажыра алмаймыз. Біздің елде мысалы демократияның принциптерін терең білмейтін адамдар бар.
сіз сияқты саясаткерлер осындай либералдық демократиялық принциптерді өзге елдің тәжірибесін түсіндіріп сол жағынан ағартушылыққа бой алдырмай, мысалы сіздер ұсағы дүниелермен қыздарымыз өзге ұлтқа шықпау керек, осындай дүниелермен уақыт өткізіп алған жоқсыздар ма? Жоқ, сіз халық демократия не екенін түсінбейді деп сіз бекер айтып отырсыз. Қазір жеке адамға тиіспей көріңізші, автобуста, далада өз құқығын біледі. Өз құқығын қорғай алады, біледі қазір. Демократия, еркіндік біздің басты құндылық па? Басты құндылық басыман болсын. Шүкіршілік, тәубе. Аспанымыз ашық болсын дейді, бітті. Ең басты жаңағы талаптары сол ғой. Ең басты керек нәрсе осы. Өйткені оның артында не жатыр? Мен оны да түсінемін. Қолдамаймын, бірақ түсінемін. Өйткені әр адамның өзінің жеке несі отбасы бар. Балалары бар, немерелері бар, туыстары бар. Олар ондай сөз айтуға мәжбүр. Өйткені қарсы шыға алмайды, қорқады. Мысалы, қоғамға таңдау берілсе, біз Қазақстан Сауд Арабиясы сияқты, қазіргі о жақта да саясат өзгеріп жатыр, бірақ дегенмен жұмыс істемесе де мұнайдан жаңағы ақша түседі әр азаматқа. Халық бай тұрады. Халық бай тұрады, бірақ демократия, сөз бостандығы болмайды. Монархия белгілі бір әулет қана басқарады. Қазақстан осындай мемлекет болсын ба? Не демократия, сөз бостандығы, жаңағы заң жұмыс істейді, сот барлығы тәуелсіз. Бірақ бәрін өзіміз қайтадан нөлден бастап, өзіміз жетуіміз керек. Қай модельді таңдайды деп ойлайсыз? Мен жауабын қазір мүмкін көп адам қолдамайды шығар. Мүмкін 99%, мен жауабын қазір айтатын жауабын, мүмкін 99% қолдамайтын шығар. Мен жауабым былай. Ең басты құндылық мұнай да емес, газ да емес, ең басты құндылық демократия. Демократия. Мысалы, демократия бар мемлекет Оңтүстік Корея. Демократия бар мемлекет Япония. Еш жер байлығы жоқ. Мүлдем нөл. Бірақ қалай дамып кетті. Ал жаңағы айтып отырсыз, араб елдері, мысалы, мұнай бар, бірақ билікті бірақ отбасы ғана басқарып отыр, халықта ешқандай демократия жоқ. Бай мемлекет, ондай байлығы, ондай мемлекеттілігі құрсын, меніңше. Қоғам қайсысын таңдайды деп ойлайсыз? Дәл қазір сіз мысалы ел арасында жүресіз ғой, таксистермен сөйлесесіз, сауда жасайсыз, әңгімелесесіз. Ол сіздің оппонентке байланысты. Егер шын мәнінде саясатты, демократия ұғым жаңағы толық түсінетін адам болса, ол айтады, әлбетте, ең алдымен демократия, өйткені демократия ол бостандық, емін еркін жүру, емін еркін сөз айту, сөз бостандығы, жаңағы кез келген жағдайда өзін еркін сезім деген ең басты құндылық. Ал екіншісі ол тек қана қарынды толтыру ғана ғой. Ол жаңағы оны таңдаса, бірақ демократия болмаса, бәрібір адам дамымайды. Не өзі дамымайды, не балалары болашақтары құл болып қала береді. Сол жаңағы бір билікті басқарып отырған, мемлекетті басқарып отырған бір отбасының құлдары болып қалады. Бәрібір сол байлығы берсе берер, бермесе бермейді. Бәрібір соған тәуелді боласыз. Ал демократия болған кезде, сіз ешкімге тәуелді емессіз, сіз ешкімге құл емессіз. Халық өзі жолын таңдайды, халық өз билікті сайлайды, халық өзінің жаңағы бағытын бойынша жүретін болады. Қазір сіз Кенесары хан қорының басшысыз, Қайбір жылдары Кенесары ханның бас сүйегін Ресейден арнайы бір орталық бар екен, 5 миллион долларға криминалды жолмен ұрлап алып келу. Және соған ашық түрде сіз алып шығу дейсіз. Ұрлап алып шығу. Енді бермеген нәрсені алып кету ол ұрлау болып саналады ғой. Заң жүзінде қалай ойлайсыз? Мен үшін ұрлау емес. Өздерінің арасында Ресейде ол ұрлық мүмкін шығар. Маған не касается, маған бәрібір. Ұрлай ма, өлтіре ме, бір-бірін
қырып сала ма бір ол меня не касается, ол менің шаруам емес. Маған бас алып келсе болды. Сіз экс-сенатор, Иә. заңгер ретінде Иә. айтыңызшы, бұл қадам қылмыс болып санала ма? Ресми билік бас тартты беруден. Сіз криминалды жолмен, парамен өзіңіз жемқорлыққа қарсысыз, елдегі жемқорлық жойылу керек деп күресіп жүрген адамның бірісі, ұстанымыңыз сол. Бірақ сол пара үшін өзге елден бас сүйекті алып кету үшін пара жинадыңыз. Олай емес. Мен сізге қазір түсіндіріп айтайын. Мүлдем олай емес. Олар өз арада бір-біріне пара береді, бір қордан ұрлап шығарады, біреуге бір. Олар Ресей юрисдикциясында ол қылмыс мүмкін. Сіз пара бересіз ғой сол бас Жоқ, мен сүйекті пара, алу үшін? мен пара, Сіз не бересіз? мен сатып алам. Мен сатып алушы. Ол бас сүйекті аукционға қойған жоқ қой, сіз сатып алатындай. Неге? Сіз мысалы базарға барып машинасыз аукционмен сатып алмайсыз ғой. Сатылымға шығарған жоқ қой Жоқ. ол бас сүйекті. Ол арнайы сақтауда тұрған, қорғап отырған объектіде. Марқұм Өзбек Әлжанбековті соттайық онда. Ресейдің юрисдикциясында, олардың өз территориясында, ол қылмыс шығар. Ол заңды бұзатын адамдар ресейліктер өздері. Ресейде ұрлады ма, сатып алды ма, қалай алды, өлтіріп алды ма, ол өзінің ішіндегі қылмыстық іс шығар. Меня не волнует, мен оның жұмысым жоқ мүлдем. Бірақ алып келген адам, мен оны сұрамам ғой, сен қалай оны алдың сен? Bir охранникті өлтіріп алдың ба? Мен мүлдем сұрамам, керек емес маған нәрсе. Өз жауап берсін. Шынымен де адам өлтіріп, мысалы, сол дүниені алып келсе, ол өзін ақтайдыңыз ба? Ал енді Кенесарының басы мысалы 170 жыл өздерін ұстап отқанда ол үлкен қылмыс емес пе? Ол қазақтарды қорлау емес пе? Ол біздің қасірет деп айтуға да болады. Ол қасірет, бірақ саясаткер ретінде оны қалай заңсыз жолмен алу, ол авантюра. Сіз оның салдарын мысалы есептедіңіз, мейлі ол сіз алып келдіңіз, сіз ұсталған жоқсыз, шекарадан өттіңіз, бірақ одан кейін Кремльдің реакциясы қандай болады? Көз жұмасыла ма, мейлі алып кетіпті. Мен Қазақстанда отырдым. Олар басты алып келді, ақшаны алып кетті, бітті. Мен Қазақстан территория қандай қылмыс жасадым? Мақұл. Бірақ сіз шын мәнінде президент болғыңыз келетін адамсыз, ертең президент болсаңыз, ашық сайлаумен халық сізді сайлайды. Ресеймен қандай қарым-қатынас орнатасыз осы істен кейін? Олардың көзіне сіз заңды бұзған адамсыз. Сіз қалай жұмыс жасайсыз? Кәдімгідей, ол біздің ханымыздың басы. Сендерге тиесілі нәрсе емес. Керісінше 170 жыл сендер қылмыскер болып. Оған ешкім олай емес деп жатқан жоқ. Біздің тарапымыздан ол дұрыс ақталған. Не деп айтамын деп айтып, мен солай деп, егер сұрақ қойылса, солай деп айтамын. Сендердікі емес, сендерге тиесілі нәрсе емес. Оттамаңдар, осы мәселеге все болды, енді қайтып келмеңдер. Доғарыңдар, все бітті, сол. Бұл әңгіме вообще жоғаламаңдар. Мен президент болып тұрғанда қайтара алмайды, үндемеңдер вообще. Сіз ақша жинай алмадыңыз ғой. Бірақ сол кезде сіз айтасыз, заңсыз байыған бізде олигархтар, шенеуніктер көп деп, ұлттың алдында ұпай жинағысы келетін адамдар, сондай пара алғандар. Егер солардың бір олигарх, заңсыз байыған, сізге айтса, міне, мен саған $5 миллион берем, сол басты алып кел деп. Сіз ол ұрланған қылмыстық жолмен мысалы табылған ақшаны қабыл аласыз ба, сөйтіп ұлттың рухын көтеру үшін? Ала. Неге? Бәрібір ол ұрланған ақша ғой. Халыққа әйтеуір бір пайда тисін да. Одан кейін ол сайлауға түседі, қазақ ұлтының алдында абыройы артады, қылмысының бәрі ұмытылады. Енді оған халық өзі баға беріп, мүмкін кешірер. Сіз кешіресіз ба, егер сондай жақсылық жасаса? Неге кешірмеске? Демек ол халықтың ақшасын ұзақ жылдар бойы алады, байиды, сөйтіп белгілі бір процентін сізге береді. Жаңағы $5 миллион дейсің. $5 миллион, иә. Неге кешірмеске? Біз оны кешірсек, не үшін переживем дейміз, одан ешқандай зиян болмайды. Ал ол бермесе, бәрібір ол сотталып жатқан жоқ. Басы, бірақ оның үстіне басы әкелініп жатқан жоқ. Сіз тарихта қалғым келеді дейсіз ғой?
Әлбетте. мемлекет басшысы ретінде. Әлбетте. Ал осындай ультра ұлтшылдық көзқарасыңызбен сіз мәңгі кандидат болып қалмайсыз ба? И стратегияңызды Мәңгі өзгертіп, Мәңгі кандидат болсам да бола берсін. Ол бізге да тарих. трагедия емес па? Ба? Трагедия емес па? Ол жалғыз мен үшін трагедия емес. Мен толық білем. Естісін адам, халық естісе, толық білем, иә. Мен сияқты президент ешкім бола алмайды. Өйткені мен келсем президентке, мен 1 жыл президент боламын, жарайды 2 жыл боламын. Одан кейін кетемін. Өйткені келетін себебім, билікті алу себебім толық өзгерту, конституцияны өзгерту, билікті өзгерту, жүйесін өзгерту, толық өзгерту, одан кейін кету. Одан кейін кетемін мінекей. Осын исторический кадр деп жазып алыңыз осын. Өзіңізді бір сөзбен сипаттағанда, сіз кімсіз? Тазамын. Сіз үшін өмірдің мәні? Қазақстанды мүлдем өзгерту. Мүлдем өзгерту. Ең маңызды шешімді ақылға сүйеніп қабылдайсыз ба, жоқ ішкі түйсікке ма? Ақылға әлбетте. Ақылға әлбетте. Өмірде не сізге қуаныш сыйлайды? Денсаулығым, аман жүргенім, өмір сүруге қабілетім. Не сізді мұңайтады? Еліміздің жағдайы. Сіздің ойыңызша біздің елдің дамуына не кедергі? Бір сөзбен. Билік. Қазіргі билік. Сіздің ойыңызша біздің дамуымызға не көмектеседі? Енді ол үшін кедергіні білу керек қой. Сіз үлгі тұтатын қазіргі уақыттағы не тарихтағы тұлға? Ондай көп қой. Бүгінгі Қазақстан қандай мемлекет сіздің көзіңізбен қарағанда? Артта қалған мемлекет.